Мына жер жақсы екен. Мына коммерческий помещение, мына тұрған времянка, мына бос жатқан жеріміз, осы коммерческий помещениенің жері. Бұл коммерческий помещениенің орналасқан жері мына Әл-Фараби көшесі. Міне көшеден 15-ші автобус жүреді. Коммерческийдің жалпы аумағы 287 квадратты құрайды. Мына времянка 70 квадрат. Мына 287 квадрат дегеніміз қазіргі таңда қалада стандарт үйлердің аумағы 150-200 квадратты құрайды. Яғни ішкі жағы үлкен. 287 квадрат. Осылай балықтары құйылған. Қазіргі таңда цех. Яқта екі есікті. Үстіңгі жағы бөрене, одан кейін 8 қыш көтерілген. Яғни үстіңгі жағы тағы да мансард қылып жүрсеңіз болады. Мына жағымызда бір бөлмесі бар. Теплый пол. Енді времянканың ішкі жағына кіреміз. Мына кіре берісі. Мына жағымызда бір бөлмесі бар. Қонақ бөлме. Және тағы да айта кетейін, осы жеріміз 8 сотықты құрайды. Осының артқы жағында жер жетпейтін болса, тағы да 10 сотық жер бар. Оны 3 миллион теңгеге сатады. Яғни барлығы 18 сотық болады.